Жандос, қойшы болды. Не болды, ойнап жатырмын ғой. Тынышталамыз. Үй тапсырмасына дайындалыңдар, қазір сабақ сұрайым. Кім мынаны лақтырған? Мен. Сабақ үстінде ойнамай, үй тапсырмасына дайындал. Апай, мен сабақ айтсам болады ма? Жоқ, сабақта Жандостан сұрайық. Неге менен Нұрбол айтамын деп жатыр ғой, содан сұрасаңызшы. Неге сен айтпайсың? Көңіл күйім жоқ. Онда сабақ сұрамас бұрын сенің көңіл күйіңді сұрайық. Иә, сұраңыз. Шынықұлов, шық тақтаға. Шыға алмайым. Онда саған 2. Не? Директордың баласына 2 қоя алатындай дәрежеге жеткенсіз бе? Жандос, тұр орнынан. Тұра алмайым. Сәлематсыңдар ма, балалар? Отыра беріңіздер. Кешіріңіз. Сізді ес қағып кіру деген жоқ па? Кешіріңіз, мен ұмытып кетіппін. Директор болсаңыз болды, кез келген есікке рұқсатсыз кіре берем деп ойлайсыз ба? Ғафу өтінем, мен жай сыныптарды тексеріп жүремін. Сыныпты тексеріп болсаңыз, сабақ оқытуға кедергі жасамаңыз. Тағы да кешірім сұрайын, жалғастыра беріңіздер. Ал, директордың баласы. Тұр орнынан. Сабақ айтасың ба? Әлде 2 қояйын ба? Кешіріңіз, апай, келесі жол оқып келем. Сабақта мен үшін оқыма. Өзіңнің болашағың үшін оқы. Отыр. 2. Әке, не істеп отырсыз? Жұмыс істеп отырмын, балам. Сіз Меруерт апайды жұмыстан шығарып жібердіңіз ба? Не үшін? Сізді оқушылардың алдында жер қылды ғой? Жоқ, балам. Ол жерде мен өзім кінәлімін. Сіз директор емессіз бе, сізге қалай айқайлайды? Директор болса, менің міндетім адал қызмет атқару, тәртіпке келтіру. Жандос, мен директордың баласымын деп мұрныңды көкке көтере берме. Ертең мектеп бітіріп оқуға жүргенде не істейсің? Ол жерде мен ректор бола алмаймын. Бір нәрсені біліп ал, балам. Адамдар ағаштың жапырағы сияқты. Біреулері жоғарыда, біреулері төменде орналасады. Бірақ уақыты келгенде құрғап жерге түседі. Мен... Иә. Адам баласының қадір тұтып, құрметтейтін 2 адам болса, оның бірі мұғалім. Халық ұстазды атаңнан да әзіз тұт дейді. Мұғалім сенің 2-ші атанаң. Түсіндің бе, балам? Түсіндім. Бара ғой, балам. Міне осылай Меруерт апайдың арқасында мен баламды тәртіпке келтірдім. Е, өте дұрыс жасағансыз. Өте дұрыс деп отыра бермеңіз. Ертең сіздің кезегіңіз. Ғалия Бөгенбайқыз. Иә. Зауыштың бала сізді оқи ма? Иә, менде оқиды. Онда ертең зауышқа ұрысуға дайындалыңыз. Зауышқа қаларсам, ағай? Меруерт апайдан үйреніңіз. Иә, үйреніңіздер. Жоқ, Ғалия Бөгенбайқыз, маған ұрсып әуре болмайсыз. Мен бүгіннен бастап балама барлығын айтып түсіндіремін. Солай ма? Солай. Олай болса, маған ортаңғы саусағыңызды көрсетіңізші. Жай ма? Көрсетіңізші. Ал. Көрдіңіздер ме? Балаларды бұлай қояйық. Осы жасқа келіп, сіз менің айтқанымды емес көрсеткенімді істеп отырсыз. Ары қарай өзіңіз ойланыңыз. Сөз бе, әлде іс пе? Рас айтасыз. Балалар бізге қарап бой түзейді. Солай емес. Солай.
Олай болса басқалар күлгі болайық. Ендігі кезек сізде.